Ал шариғат бойынша болса, қожаға қыз берме, қожадан қыз алма деген нәрсе жоқ. Ондай жоқ. Бұның бәрі құрметпен басталынған еді. О баста. Ол баста. Бірақ біртін келе қарасақ, қожалар баяғы өздерінің миссиясын ұмытып кетті. Олар негізінде діни миссионер болып келді біздің елімізге. Кәдімгі дінді тарқатты олар. Қазір қожаларға қараса біреу ән айтып жүр секіріп. Бір қожа екен тағы бірдеңені істеп жүр. Мен айтамын оларға, кейде баяғына ата-бабаларың қазір тіріліп келсе, сендерге дүре соғады деймін. Иә. Өйткені сендердің істейтін жұмыстарың сендер істемеді, біз молда болып кеттік деймін. Иә. Негізгі мінберде отыратын солар. Негізі сен мінберде отыруың керек еді. Өйткені ислам дінін сендер алып келдіңдер бізге. Алла разы болсын ата-бабаларыңызға. Біз үйрендік оны. Бірақ сендер өздерің миссияларыңды орындамадыңыздар да қазір. Тастап қойдыңдар да ән айтып кеттіңдер деймін. Тағы бірдеңе дүниемен кірісіп кеттіңдер. Сөйтесіңдер де біз қожамыз, біз ақсүйекпіз деп жаңағыдай артық кетіп қаласыздар деймін. Жоқ, ол дұрыс емес.